Ассалаумағалейкум, М8 каналының көрермендері. Бұл Аралай жобасы. Бұл жобаның жүргізушілері Қабдол Тілеков және Нұрсұлтан Үсенов. Бұл жобада Қабдол екеуміз сіздермен бірге бүткіл әлемді аралайтын боламыз. Сонымен алғашқы шығарылым Таиланд елінде Пхукет қаласы. Ұстамай қойш. Именно осы Таиландта құшақтаспай жүрейікші. Сонымен аралайық Таиланд елі Пхукет қаласы. Қалай? Пхукет. Жоқ, ол емес Пхукет. 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 Пхукет деген. Бұл аралайық жобасы. Бұл жобада біз Нұрсұлтан екеуміз әлемді аралаймыз. Әр елде біздің қолымызда демеуші ұсынған $500 гонорарымыз бар. Ойын шарты қалай? Әр ақша төлеу керек болған кезде Сулифа арқылы кімнің гонорарынан төлейтінімізді анықтаймыз. Өз елімізге кім көп ақшамен қайтады екен. Ал кімнің гонорары сол елде қалады. Ендеше бірге көрейік. Келді көrdün mü? Hello. Hello. It's room. Two people. Room. One room. Bir номер. Room. Номер. One номер. Room. Да, один. Бірге жатмас. Екеуміз біргеміз, бірақ, короче, бөлек-бөлек жатамыз ғой, біз андай немес тұрсыз. Қалай түсіндіреміз? Диван. Bir диван бөлек, екінші диван бөлек. Ортасында жүретін жерлер бар. Иә. Окей. Күжелеп чүгіп кетірмін. Окей, чё? Хабиба, еду в Лада Калина, Алина, поехали в Мальдива. Эй, мамбо, байландо, Пхукет, Бали, Таиландо, шип манго, банандо, умеем Казахстанго. Достар, біздер қазір Нұрсұлтан екеуміз мынандаймен ұшайын деп жатырмыз, парашют дейді. Ана жақтан мінетін сияқтымыз, походу. Ана жерден. Ана бүйтіп келеді, сол жаққа қарай жүріп. Hello. Минут. One минут ничего. Two. Екеумізге. 200. No. 2000. Эко. Yeah. Дисконт. Дисконт дейтін алды екен о? Мынандай, ертең асфальт жерлерден естейміз. Жарты сағат болып тұрғаныз қандай? Или осы ма? Не? Адреналин. Енді астырады. Енді ұшамыз ғой, Енді ұшамыз. Артта кім? Білмеймін рета. Базар. Өте керемет ошибушениедамыз. Өмірімізде бірінші рет осындай деген мініп тұрмыз. Нұрсұлтан, қалай? Ошибушение қалай? Баста қорқыныш болған, бірақ дәл қазір ондай қорқыныш жоқ. Değilim, көкірегіне дейін көтерілді. Кетті. Сулифа. Қарсыласың таңдаған ең сүйкімсіз тағамды жеу Таиландтағы осы. Ол Пхукет деген. Мен таңдаймын ғой. Главный, болды. Главный маған піскен нәрсе болса, ол любой нәрсе жей беремін ғой. Қалада мопед өте көп, және де бұны алажы барынша бірінші келгендер болса айдамаған жөн. Өйткені қалада адам да көп, көлік те көп, өміріңізге қауіпті. Лучше осылай, жаяу жүрсең зор. Таиландта еще бір жақсы естіген несиені 1%-ке береді екен жылға. Сөйтіп адамдар мопед, жаңағы машиналарды 1%-ке алып алады. Жаяу жүрмейді, короче. Жаяу жүрсен, типа бейшара деген сияқтысың, короче. Лучше жаяу жүрмей керек. No, это да. Окей. No. Вот. Окей. Қол жуған қолама деді, рұқсат берді. Креветки ғой. Как өзіміздің креветки ма? Бір айналып келеміз. Мінекей құрметті
Достар, біздер Нұрсұлтан тапсырмасын орындауға келдік. Арнайы сен үшін теңіз өнімдерінен тірі Маған мен өзім қорқып келатқан, әйтеуір итті ниеті сондай болмаса болды деген. Лап. Шегіртке ма не бұл? Сен ба сен? On. Aha, one. Sure. Aha, отыз. Пішірді жеміз. Оны бірдеме қорып береді екен қошы. Айгүл деген кафенің несі сияқты? This one or more? This one more power. Йо. Что это такое? Не Wait, гусек. fresh. This one good. Баба, жима не істейтін. Ну не осына, не істейтін. Very nice. More power. Вау. Yeah. О, как? Let me Түш. Bu жоқ, керек емес, брат. Анат. Тамағымыз қашып баратыр біздің анат. Тамағымыз қашып кетпесін. Мынау Wash your hand. Use your lemon. Spice salt. No. осыны жейсің. Болды. Окей. И ол да Da. күші көп болады. This one and Серьезно? Болды, досым, осыны да қосайық жаңа. Окей, один. Нет, три. один, Чем нас сен? Один. Okay, вкусно. Шуламан берш. Okay. Окей. What do you cooking? Мандай болмаса болмайды. Наны қарам. Мынандай жейсіңдер родной. Осыдан жайлап десертке көресің бе? Болды осы. Ішкете олдырады. Көппе ма не бұл? Ада, біреу. One. Мыналарды чеш ме? Нан қарсы тұрым. Ал көрсете білсе. Кәдімгідей түрі бар вообще. Жаңағы жарек болады. Бүгінгі жарек болды. Қатты қинағың деп тұрған жоқ сен. Сен кеттік болды. Тамақ ішіп. Құрмет достар, мінекей заказ берген балықтарымыз ба, шаяндарымыз ба келді. Басында тірелей көрген кезде ұсқыны бір түрлі еді. Былай піскен кезде нормально екен. Білмеймін, қай жерінен бастайтынын, қалай жейтінін. Қайсынан бастаған кетті бірінші? Қалай басы күнге құда сияқты ондай бөлетін жоқ па сіздерде? Бисмилля. Давай, тура. Қалай, нормально ма? Балық сияқты деп ойлаған басына. Енді қалай? Не сияқты шығып тұр? Қуырдақ деп елестетші кішкене. Ұнаған сияқты ғой да, нормально сияқты. Дәмдер бізден айырмашылығы жоқ па? Ненің дәмі сияқты бұлай? Балықтың дәмі сияқты. Кәм, балық па? Енді мынадан көрейік. Вот содан көрмейік та. Көрейік досым. Жедім ма мен полный? Мынадан. Жоқ, мынаны көру керек болып тұр, мына обязательно. Өзіме де интересі болып тұр. Кеттік, мынаны көрейік енді. Болды. Ал, бисмилля, кетті. Білесің ғой, не істейтінін. Ішше не болатынын білесің ғой, ал давай. Жер. Қалай? Ұтылдым. Қалай екен? Болмайды екен. Екі рет тістедім да, ары қарай уже болмады тістедім. Дәмі қандай вообще? Дәмі, білмедім, көзім жұмып алып көрдім ғой. Бірдеме сезіліп жатқан жоқ па? Сол, бір жерге барып келейінші мен. Қуасың сен де. Че там, досым, қалай екен? Өте нашар. Негізі, шынымды айтсам, жемейтін едім негізі, бірақ андай 50 мың теңге төлейтінін біліп, Өте қымбатқа шықты. бағасы, өте қымбат болғаннан кейін амал жоқ жедім, соны ойлап. 4300 ваттқа шықты, прикинь, счет. Енді ол счетты екеуміздің біреуіміздің гонорарымыздан төлеу керек. Енді сульфа жасаймыз ғой? Сульфа жасаймыз, И тапсырма орындаймыз. Сульфа! Yes! Yes! Оттым, братан! Енді жеу емес шығар точно енді. Қарайсың ғой? Қара енді. Жеу болса қатыспаймын бірден етейін. Қалай, не шығады екен? Мен төлейсің. Окей. Таиландтың орталық көшесінде адам теңге тастағанша билеу дейді. Құтты olsun. Таза.
өзіңдікін саласың ғой. Қаражорға Мен еще көмектесіп жүремін бір-екі движениеге. Короче, ал көшесін мен примерно қай көше екенін білемін, еще Дерзкий көшені тауып қойдым. Ортасына андай. Мен де біліп тұрмын ол көше қандай көше екенін. В общем, бір табақ қоямыз. Соған билейсің. Ең алғаш рет кім ақша тастайды, соған дейін билейсің. Тастайды, болды, сосын тоқтайсың. Азанға дейін ешкім тастамаса ше. Азанға дейін билейсің, родной онда. Это не моя проблема. Таиландта жүрген қазақтар болса тастап кетіңіздер ақша. Билеп тұрмайын. Кеттік десе. Анан қара. Анан қарама сен қайта, қарама. Бүйтіп жүру керек қой, көзімізді. Түнгі Таиланд мүлдем басқа екен. Әбетте ешкім оған жоқ сонда. Мына көшеде адамның барлық түрі жүреді. Адамның барлық түрі. Мына жерде бір жайда қайтып кетуге болмайды, жүру керек сесіз. Не істеп жүрсің? Жаз olsun, билейтін жерге келдік. Осы жерге қойда, осы жерге биле. Короче, ең бірінші кім ақша тастайды, соған дейін билейсің ғой. Мады, тасла! Давай, досым, мен кеттім, қарап тұрам. Мады! Аслансың. Ақша тастау керек. 10 хотя бы. Давай. 10 бат. Hazır. Қазақтар ақша тастамақ ғой, қазақтар. Қалай досым, нормально болды ма? Аяғым талып кетті. Қайта салды айтыры да? Мен салмай қалама деп қорқытым. Биімнің нашарлығы бір қазақтар өтіп барады, бүйтіп тағында бір ақша самады. Сразу ма? Бірақ соңында әйтеуір қазақ любой жерде жанашырға бір соңында бір кісі келіп салды. Қазақтарға риза болған любой жерде көмектесе береді екен. Қазақтар келіп салып кетті ақшаны. Бат салды ма, теңге салды ма? Бат. Болды, не болса да әйтеуір тапсырманы орындадың. Молодец, маған ұнады. Өте екен. Арасында өзім де билеп алдым әйтеуір. Жаным ашып кетті саған да то. Жүріп кеттік арaya жалғасты. Кет, go. Анандай Джеки Чан киноларында Төлес кетіп қалды. Бірінші жерден мініп өтеді, жерде. ит ержеріп. Сөйлесіп кетті біреу. Че там, не болып жатыр? Hello. Не таңдап отырсың? Турлар ма? Ебады. Концерт, шоу. Бүгін болатын шоулар. Бүгін. Сегодня. Орысша тілде айта алмаймыз. White. Бүгінгі күн, осы шақ. Қазір кешкісін болатын. Шоу, концерт. Concert no have. No concert. Yes. Бой. Окей. Боксинг. Yes, боксинг қайсысы? Топ беріп тұрып әлі боксинг. Ай, қатырасыз сізде. Шапқат, боксинг, Қазақстан. Чемпион. Апачи. Каната. Бірайын ақ келеміз. Массаж чересчур көп қалада. Арқаға ма? Иыққа да? Жетісайда мақта тере бергенден беліме тұз жиналған. Бірайын ақ келеміз. One круг, it's осында боламыз. Reflex load massage foot reflex load modi. Reflex
Жа, не? Қалай келтіріп отыр мына біреу 200 деп тұр ғой. Иә. Сол қаншаға көндіріп тұрсыз? 350. Білмей, окей деп білмей келтіріп алдық әйтеуір. Үлкен көпе отса. Hello. Балдар ұйықтап отыр ма? Балдар ұйықтап отыр. Вообще маған тізесімен отырмай қойсын ау. Көкірегім малға шығып кетеді. Ана ауылда мұздай қараңғы бөлмеде бір очкіңе массаж істетіп қоясың ғой. Сол сияқты болды. Бір очкі кішкене здоровый екен да. Ойбай. Кайф. Бөлек екен. Бөлек деген. Өнімді өтке сат көріп өмеш массаж. Қош. Еше алқығы массаж. Қадағым көретін. Жасайды екен шығып. Өз тістерін ішін береді. Біздің арқамызда ақша тоқ отырға да. Біздің арқамызда 500 бат істеп алды. Ой. Қыдық келіп жатыр. Қытықтың несі қандай? Ағылшыншасы. Кідік. Тайландшада қыдық деген қыдық болатын. Тайландқа келгелі көргеніміз тек қана массаж. Енді бұл жердің өзінің фишкасы. Бұны да көрейік дедік. 600 батқа шықты. Полный традиционный тайландский массаж. Енді шөтті кім төлейді және тапсырманы кім орындайтынын анықтайтын сәт. Көрейік. Сулифа. Не шықса екен енді бар ғой. Қандай тапсырма шықса деп ойлайсың? Иненің үстіне тұру ма, бір от жағу ма, бір сондай бір тапсырма. Екі иненің үстіне тұру. Так, нам Төлейтін ақшаң? Иә, ақшаны салып алайын. Төлейміз ғой. Иә, төлейміз. Тапсырма. Тапсырма. Тірі жолбарыспен 1 минут жалғыз қалу дейді. Тірі жолбарысты көргізме өзі? Вообще көруге жоқ. Денем тітіріп кетті ғой кәдімгідей. Құрметті көрермендер, жалпы мына камера тұрған кезде жақсылап не қыл, қоштасып ал. Құрметті достар, бұл Пхукет қаласындағы ең басты көшелердің бірі Bangla Weekend Street деп аталады. Иә, бұл күндіз тып-тыныш, бір қалыпты деп ойлап жатқан шығарсыздар. Қызықтың бәрі бұл көшеде түнде болады. Адамның да барлығы түнде болады. Иә, айтып жүреміз бе? Одан да көреміз бе? Иә, көрейік. Примерно осындай, короче. Осындай ба? Кеттік жалғастыра береміз. Едім қорықпа, қазір обед болды ғой, әлі обедке шықпаған шығар жолбарыс. Рахаттан тұрсын ғой да. Қазір көру керек болып тұр, қызық көру керек болып тұр. Тайгер Кингдом дегенге келдік. Қош келдің жолбарыстың апанына. Бауырым. Таза осы жер айтатын жер ме? Қайсысын таңдаймыз? Кішкентай баласын таңдайық. Жоқ, мынау. Үлкен деуін ба? Мынау, иә. Шамасы жетеді деді осың саған. Болды ғой, главный, жемесе болды. Донердің меню сияқты. Қандай арыстанмен деген сияқты ма? Қандай? Говяжий ма саған? Мани. Окей. Мынау кішкентайларында болмай ма? Мынау кішкентай ма? Қандай мынау? Гепард деген тез жүгіретін. Кетші. Ең қатты тез жүретін жануар ба? Қазір мұнан босатып жіберсе, бұдан қатты жүгірейін деп тұрсың ғой сен. Енді ары қарай полный бағдарламаны бір өзім жүргізіп атпайын. Жолбарыспен жолға уже күрделеніп баратыр тапсырма. Уже қабдол маған андай тапсырма береді сияқты. Тайландстармен атысу деген. Пистолетпен. Атырға прикинь. Ну-ка, мягкий кружкалар қысып жатыр, қараш. Базар жауап екен да, цветтері енді. Біздің зоопарктегі жолбарыстарға қарағанда ухоженный ма, басқаша. Тигрмен жолға басын. Стасы болады ғой, е? Стасай кішкене. Родной. Біраз жақындасай қасына. Қорықтың кішкене бар, серьезно. Просто жатыр ғой. Жоқ, жатыр. Просто сен ұстамашы мынаны, пожалуйста. Жарайды, родной, нормально оқисын. Ұстадым ғой, болды. Тартасың ғой, брат. Тартпай. Мойны асын. Тартпай. Болды, жарайды ғой, родной. Қумашы, жиреуімеш. Бір брат түсті ғой үстіне. Былай.
қолыңды ана жерге қоясың да, үстіне жатып кішкене түсесің суретке. Жоқ, түсті ғой солай. Шей алмайды, нормально. Ұста. Үйде тура осындай одеялым бар еді мен. Жолбарыстықындай суреті. Жаңағыдай түсі енді кішкене. Қарның ұста, жат, Ебать! No, ничего не будет сюда. No, окей. Come on, play. Қазақский массаж жасап берек дейсің. Енді аузына барасың солай. Ал, құрметті достар, міне кірдік, жолықтық Жәкеңмен. Қалай болды эмоция? Мықты болды ощущение. Сен өзің бірге кірдің ғой? Жоқ, негізі мен просто қорқпай тұрам деп ойладым да, былай бір қарақ қойып көзімен бар ғой ана сұсы біткен кезде, Мен жалпы негізі басында андай қорықпа ұста дегенге ұстай бересің де, бірақ бір движение жасап қалған кезде болды бүткіл қорықпайтын нәрсені бәрі лақтырып кетеді екен. Сосын барлық байқағандарыңызда андай жолбарыстар ухоженный, жағдайлар жақсы, күшті да. Бұлар еще зоопаркта бұлай жүргенмен айлық жүреді екен, ойлаңыздаршы. Пенсионка жүріп жатыр. Ертең жасы толғаннан кейін пенсия алады бұлар. Солай кетеді Сарыағашқа. Алып сол пенсиясына. Айына бір рет Африкаға жібереді демалуға. Жағдайлар мықты екен, действительно күшті екен. Живой біздер анда тек нені көріп жоқ қой, мягкий игрушкаларды. Бірақ действительно сол мягкий игрушкадағыдай екен, живой көрген. Бұларға біз мягкий игрушка болып қалдық қой, короче, керісінше, Келесі тапсырмада, в общем, жесткий қылғын көп пәтірсен. Кеттік. Алыстамаңыздар. Короче, ақшасы бұл жаға кіріп шығу, ұстау бәрінің общий ақшасы 1800 батқа. Шақты екеумізге. Енді осыны счетін төлеу керек. Кім төлейді? Мұнаның ішінде біздің гонорарлар жатыр. Кімдікі қанша қалғанын ертең соңында білетін боламыз. Сен қазайса екен қазір сен. Бірінші слюфа жасап алайық. Сосын барып. Осыдан кейін сен ұтылу керексің, обязательно. Енді күрдеді, қиындау болады енді. Бара-бара. Слюфа! Так, не деп жаздың? Таиландтағы ең үлкен жыланды мойнына асу. Дайынсың ба? Қалай ғой? Жолбарыс кішкене, ладно енді. Үйретем ғой өзім, брат. Білмей тұрмын мен. Мен істеп тұрған жоқ әше. Жылан, серьезно жылан. Құрметті достар, енді точно ары қарай мен жүргізу мүмкін. Үлкен жылан білесің ба? Аузына сал жері мүмкін ғой басында. Бір батыр жайым бар ғой. Жыландар бүгін істемей ақ қойса екен жұмыс. Бүгін жылан істеп тұрма точно брат. Олар да түсінбейді ғой. Не сияқты? Резина сияқты сырты, Ебой! Ана баланың орнында сен отырасың қазір. Дайынсың ғой, Просто мен үйреніп қалғам, үйде осындай біреу бар ғой. It's name Кабдол. Кабдол name. Да. Kapdol, sit down. Вот так. Не будет. Sit down. Don't move, lah. Don't move. Move now again. Don't move. No. Move, bye. Yeah, no. Okay. Don't move. Don't move. That's you. Listen. Ебать, пожалуйста. Пожалуйста. Don't move. Ой, жақсы екен. Мынау қатты екен. Ана просто үстіне тиген кезде бар ғой. Айта алмаймын ананы бар ғой. Мындай жұмыстар ғой. Қандай, жақсы шоу болды кәдімгідей. Кәдімгі әжептәуір ощущение алып аласың ғой. Сезіп тұрсың ба өзің? Сезіп тұрсың ба мойында бірдеңе тұрған? Жоқ, сол желкем тұз жиналған ба бір түрлі ауыр жүрмін. Құрметті Аралайық жобасының көрермендері, мінекей мен өз тапсырмамды орындап болдым. Уже үйреніп қалғандаймын. Кәдімгі Нұрсұлтан да үйренді. Уже 3 күн жүрсек, кәдімгі жолбарыстармен әңгімелесіп, пенсияларынан бірдеме сұрап, пілдермен жолығып сөйтіп кететін сияқтымыз уже. Етің үйреніп қалады екен.
Пілдің стоянкасы бар өздерінің. Hello. Мен апылдерлер келді адамдар. Ал, құдалар кіріңіздер. Құдалар өсіп келетін сияқты осы Тайландта. Шашу жасасында бананнан. Брат, ассалаумағалейкум. 212 пілдің егесі кім? Алып жібересіз ба? Ортада қалып шыға алмай қалдым мен. Пілім қалып кетті да. 212X піл деген. Пілім шыға алмай жатыр. Брат, сенікі ма? Алып жіберші. Ал, оң аяқпен. Амалесіш. Комфорт келді ғой бізге, Яндекстен. Спид. Шап. Ипподром ғой, пілдердің ипподромы. Бұл жақ, мұнда келіп тайландықтар, жаңағы кішкене простатиді бар тайландықтар жайдақ шабады екен пілдерге. 2 күнде 2 сағат жайдақ шабады. Сосын бұның сүтін іштен Сол денсаулыққа мықты. Қанжор қосасың ба, брат? Қанжор қол терлеп жатыр. Брат, ішіне темекі шегуге бола ма? Тайландтың президенті халқына бүйтіп айтқан ғой. 2 піл алды, соны асырап бақ, сонымен жұмыс жаса деген ғой. Бізде 2 сиыр ал деген сияқты ше. Өзге пілдің бәрін біл, өз піліңді құрметте деген мақал бұл жақта. Сосын мына жақта осы районның байлары бар ғой. Үлкен байлары, мықты байлары көкпар береді. тоқ болайық, тоқ. Знаешь, оңға бұрудағы аяқпен етер жіберейін деп тұр құлағы. Оң жақ құлағынан. Прикиньте, оңға бұру үшін оң жақ құлағынан бір соқ жүреді, оңға бұрды. Астына мая отыр. Маяға отыр. Бензин насос істемей қалды. Біздің водитель қуды. Көкөз ішіп алғансыз ғой, неге өйтіп жатсыз? Кенеттен жаңбыр жауып кетті, бұл жерде жаңбыр дейтін андай бір не сияқты ғой, любой уақытта жауа салады. Қайтадан басыла қояды. Біз ана кішігірім кабриолет піл алып қойыппыз, үсті ашық. Үсті ашық піл. Біздің водитель бар ма ө? Help! Өз жүріп барадыр. Құрметті көрермендер, жалпы біздің жүргізушіміз, водителіміз автопилотқа қойып кетті. Өз жүре беретін. Жаңбыр құйып кеткенше. Бірақ күшті демалыс болды, я. Пхукет дейтін қала, үшін білмеймін, мен миымды сындырып жіберді. Басқаша әлем көріп қайтты. Құрметті көрермендер, осымен Пхукет қаласындағы 3 күндік сапарымыз өз мәресіне жетті. Негізі Тайландта, Пхукетте аралайтын жерлер өте көп, бірақ бізге уақыт жетпей қалды. Сонда да қызықты сәттер, қызықты кездер болды деп ойлаймын. Комментарийға жазып өтсеңіздер болады, қай жері ұнады, қай жері ұнаған жоқ. Сіздермен бірге болған Қабдол Тілеков және Нұрсұлтан Үсен. Аралайық шоу, әлемді бізбен бірге аралайық!